Алпамыс батыр ертегісі. Ертеде бір бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Байдың мыңдаған малы болса да, баласы болмаған екен. Ал кедей байбөрі жалғыз перзентке зар болыпты. Көп жыл тілеп жүріп, Алпамыс атты ұлы дүниеге келеді. Алпамыс өте ерекше, күшті, батыр, ақылды болып өседі. Бір күні Алпамыс батыр өз еліне қауіп төнгенін естіп, жауға қарсы аттанады. Қаншама қиындық пен сынақтан өтсе де, батыр қайсарлық пен ерліктің үлгісін көрсетіп, жауды жеңеді. Ол зұлымдарды жеңіп, халқын қорғайды, елін тыныштық пен әділет алып келеді.